Біз қалай мынау 1 сантиметр грыжасы бар, мынау жұлына қысылып қалған адамның нервін емдік жаттығулар арқылы емдей алдық. Ол кісінің омыртқасында 5-8 аралығында осындай 1 сантиметр грыжасы бар. Ол мынау оң жаққа қарай тарайтын нервті қысып қалған мынау грыжаның кесірінен. Енді осыған не жасадық, не қылдық, және де келген кездегі шағымын келесі видеодан көріңіздер. Нақты көрсетіңіз қолда. Осы жерден сезіп тұрса, қатты ма? Иә, жүрген сайын уже ауыр. Күшейе бере ме? Иә. Жүргізбей қойған уже. Хорошо. Болды, ары қарай бармайды. Тұра алмаған да? Потому что отырған кезде үстіне бел босатып алу керек. Ұзақ отырып тұрып кете алмайсыз. Иә. Тұра береміз қазір. Спокойно ма? Бұрында бүйтіп тұрғаннан бетер былай тұрып, былай тұрады. Все. Не көмектесті? Жаттығу. Основной жаттығу істедік. Жаттығуның арқасында алдын алса айқап тұрдық. Егер де сіздер дәл осындай нәтижені қаласаңыз, ешқандай да операциясыз, дәрі укол, гормонсыз, табиғи түрде емдік жаттығулар арқылы емделгіңіз келсе, дәл қазір мені жекеме ЛФК деп жазып жіберіңіз, мен сізге үй жағдайындағы жаттығулар топтамасын жіберетін боламын.